Сенің ойыңдағындай бола бермейді бүкіл нәрсе бұл жердің бетінде. Соны түсіндіріп жатыр да. Сен ойлағандай болмайды. Сен мысалы таңертең таң намазын оқып үйден шығып бара жатқан кезіңізде, мысалы, әртүрлі жағдай болады. Біреу бүйтіп қақып кетіп, біреу автобуста жаңағы ұрысып қалып, итеріп қалып, бірдеңке істеп жүруі мүмкін сізге. Соның бәрі тәрбие. Сіз ойлайсыз, мен намаз оқып жүргеннен кейін неге мені итереді бұл? Немесе сондай әдемі кетіп бара жатасыз, бір машина бұлт еткізіп суды шашып кетеді сізге. Таң намазын оқып шыққансың. Оның алдында тахаджуд, ол екеуінің арасында астағфирулланы 100 рет айтқансың. Неге балшық шашылады сізге? Осындай нәрселер болады. Сіз ойлағандай болмайды. Өйткені Алла Тағала сізді тәрбиелеу үстіне тәрбиелейді. Өйткені сіздің бойыңызда мен деген ұғымды жоқ қылғысы келеді Алла Тағала. Өйткені ол тек қана Аллаға жарасатын сипатта мутакаббир. Алла ғана мен жараттым деп айтылады. Мен маған ораласыңдар деп айтылады. Мен саған берген деп айтылады. Бізге кім ол сөз? Біз оны айтқан күні құримыз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан